Сәлем достар, сіздермен бірге бүгін біз видеокарта жасап үйренеміз. Ең бірінші бізге тапсырыс берген клиентті WhatsApp-тан тауып аламыз да, суретін сақтап аламыз. Суретін сақтаған соң Photoshop бағдарламасын ашып, ең бірінші ол кісіге дизайнды жібереміз. Және де Photoshop бағдарламасын ашқан кезде А4 форматта ашамыз размерді. Сосын суретті квадратныйға келтіріп, астын үстін кесіп аламыз. Дәл ортасына есептеп қоямыз. Және M3-дің элементтерін интернеттен PNG вариантын тауып алып, көшіреміз де Photoshopқа ашамыз. Photoshop'та ең ашқан кезде әрқайсысы әртүрлі слойға түседі. Сол слойдағы түскен элементтердің барлығын бір слойға жинаймыз. Бұл бізде клиентке жіберіп жатқан дизайнымыз тек қана. Одан кейін басқа программаға салып кесуді көрсететін боламын. Және мен мына жерге QR кодты дайындап қойдым. Сол QR кодты сақтап, қай жерге тұратынын көрсетіп, Photoshopқа дайындаймыз. Дайындап алдық. Енді клиент бізге осындай текст қоюымызды сұраған екен. Сол текстті көшіріп аламыз. Себебі бізден қателік кетіп қалмау керек. Текстті қойдық. Енді бұны жасаған дизайнымызды сақтаймыз сурет түрінде. Сақтаған соң міндетті түрде клиентке жібереміз. Ол себебі QR кодты тексеріп алу керек және дизайнды қарау керек болды. Және ол кісі маған звондап айтты, я осылай деп. Сосын мен оны шығарып жатырмын. Эпсімнен шығарып алған соң бізге бұл жерде тек қана суреті ғана керек. Енді мына жерде біз Corel программасын ашамыз. Corel программасын ашқан соң жаңағы M3 элементтерді Corelға саламыз. Corelға салғанда міндетті түрде кесетін затымыздың сапасы өте жақсы болу керек. Сол үшін осылай жақсартып алдық. Міне, жақсарғандықтан ол жаңағы үлкен болып кетті. Енді оны барынша кішірейтеміз, себебі А4 размерге келу керек. Келтіріп, осылай дайындадық. Енді тек қана текст қалды. Текстті қойдық. Бұл жерде 12 дейтін размерді алып отырмыз. 12-ші размер. Бұл А4 аудиокартаға нағыз тура келетін размер. Барлығын кесуге дайындадық. Енді мына жерде және 12-де 12 дейтін квадрат кесіп жатырмын. Оны қазір соңында көрсетемін, не үшін кесіп жатқанымызды. Енді кесуге дайындап, мына біз плоттерный резкаға жібердік. Ол кесіп дайындап берді. Енді мына жерде біз пленкаларды бөлек-бөлек кесіп аламыз. Әр тексті бөлек-бөлек кесеміз, себебі бізге тазалау оңай болу керек. Кесілген заттың бетіндегі керек емес пленкасын алып тастадық. Және текст, бұл жерде ең қиыны текст, себебі дұрыс жасамасаңыз әріптері түсіп қалуы да мүмкін, қисайып кетуі де мүмкін. Аккуратно отырып жасалу керек. Ортасындағы әріптердің барлығын алып тасалап аламыз. Монтажка қолданамыз. Монтажканы қолданған кезде біз өзіміз золотистый бейчик жасаймыз. Сол бейчиктің біреусін алып, жаңағы пленкамыздың бетін 1-2 рет қырып жерсек, монтажка тез жабысып қалады. Жабыстырып алған соң монтажканы пленкадан суырып алғанда монтажкаға біздің әріптеріміз, жаңағы элементтеріміз барлығы жабысты, барлығын дайындап алдық. Енді А4 размерлі рамканың әйнегін аламыз. Жаңа біз бұл жерде квадрат пленка кескен болатынбыз, сол пленкаға өзіміздің суретімізді жабыстырамыз. Себебі су тиген кезде біздің суретіміз су болып қалмау керек. Сол үшін алдында да, артына да осындай дайындаймыз. Және монтажкаға жабысқан элементтерімізді әйнекке жабыстырамыз. Жаңағы карточкамен или осындай бейчикпен 1-2 рет қырсаңыз, прям күшті жабысып қалады. Тексті жабыстырамыз. Тексті аккуратно, асықпай отырып жабыстыру керекпіз. Және монтажканы бетінен жай ғана жылған кезде әйнекке осылай жабысып қалу керек. Міне жабысып дайын болды. Енді клиенттің сұрауымен әйнекті стойкаға қойып береміз, болмаса осылай рамкаға салып береміз. Дайын. Енді қалай жұмыс жасайтынын көрсетейін. Сәлем достар, біздерде бүгін тағы да осындай видео карталар дайын болды. Үшеуі 3 түрлі қалаға кетіп жатыр. Барлық қалаға доставка бар. Ол қалай жұмыс жасайды дейтін болсаңыз, камераны ашып, фотоға жақындатасыз.
Егер сынып қалады деп қорқатын болсаңыз, осылай тапсырыс беруіңізге болады. Рамкаға салып осылай істеп береміз. Арука, сені бүгінгі туған күніңмен шын жүректен құттықтаймын. Осылай өздеріңіз аудиозапись жіберсеңіздер, тілектеріңізді үстіне қойып береміз. Сіздер не қалайсыздар, соның барлығын жасап береміз. Тапсырыстар қабылдаймыз. Отбасыңа амандық, деніңе саулық, ұзақ ғұмыр тілеймін. Арманың асқақ, шығар биігің асқарлы болсын. Әрдайым құшағың гүлге, қадамың нұрға тола берсін. Бақытты өмір сүруіңе шын жүректен тілектеспін. Мен сені жақсы көремін. Тілек білдіруші, досым, құрбым Аружан. Дизайндардың барлықтарын өздерін таңдасаңыз болады. Тапсырыстар қабылдаймыз.